Саламатсыздар ма, кайырлы күн окурмандар. Мен Жаныбек аудандык мектептин тиш жумуштар орталыгынын кошумча билим берүү педагогу Нарынова Айдана Хайса кызы. Биз бүгүнгү мастер-классыбызда азыркы таңда хит болуп жатырган докер тигетін боламыз. Бизге докер тигип алуу үчүн әрине онун биринчи лекаласын дайындап алуу керек. Лекаласына мен күнү бұрын дайындап сызып қойдым. Бұл жерде менде биіктігі 17,5 см және ені 11,5 см етіп, үшбұрышты мына жерін дөңестеу етіп алдымен қиып лекаласын дайындап алдық. Лекаламызды біз матаға түсіретін боламыз. Мен бұл жерде күні бұрын дайындап қиып алдым. Менде бұл жерде дак матасы және бір түсті габардин матасы. Бізден бұл үшбұрыштың бізге 6 штук қажет болады. Және де бізге бастың айналу ұзындығына сәйкес ұзын ленті және де докердің артынан реттеп тұратын резинка қажет болады. Ендіше іске сәт бастайтын боламыз. Алдымен бұл үшбұрыштарымыздың шетін оверлок тігін машинкасына салып тігіп шығамыз. Бұл жерде мені көріп тұрғаныңыздай үшбұрышымыздың екі шетін оверлок тігін машинкасына салып тігіп шықтым. Келесі кезекте біз осы үшбұрыштарымызды бір-біріне оң жағынан беттестіріп, теріс жағынан тіке тігіспен бір шетінен тігін машинкасына салып тігіп аламыз. Бұл жерде бір айта кететін жайт, мына шетін тіккен кезде төбесіне былай еткізіп 1 сантиметр көлемінде, одан аз 0,7 мм көлемінде осылай жеткізбей тігетін боламыз. Енді бізге докеріміздің артын тігу үшін бізге артында бізде мынандай дөңгелек ойысы бар. Оның лекаласын шығару үшін жаңағы лекалымыздың мына шетінен, бір шетінен ортасына қарай 4,5 см және жоғарыға 4,5 см көлемінде белгілеп алдық. Мына жерде соны енді дөңестеп қосып алып қиып алатын боламыз. Бізде мынандай болып шығады. Бұл лекалымызды енді жаңағы артына кететін екі матамызға сызып түсіріп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай, міне екі матамызға бір-біріне беттестіріп сызып алдым. Енді бұны қиып аламыз. Міне екеуі былайынан болып шығады. Енді бұны жаңағыдай екі докеріміздің жанына соған беттестіріп тігетін боламыз. Менде мына сұр түс ортасына кететін болады. Мынау бізде алды, сұр түс ортасы және мынау арты болып 3 бөлік болады. Екінші жағында тағы да сондай 3 бөліктен тұратын екеуін қарастырып тігемін. Мінекей бізде осылай болып шықты. Енді екіншісін
тігеміз. Мінекей бізде екі бөлігіміз дайын. Ендігі кезекте бізде мына тігісі, ішкі бетіндегі тігісі тегіс жату үшін біз мына тігіс ортасында жаңа тіккен тігісімізге 1-2 мм жеткізбей тігін машинасына мына екі нені бір-біріне беттестіріп тігетін боламыз. Міне көріп отырғаныңыздай докердің екі бөлігін тігіп алдым. Бұл тігіс тіккен себебіміз бұл пішінін жақсы келтіріп тұрады. Келесі кезекте енді жаңа тігіп алған екі бөлік докерімізді алдымен беттестіріп, екеуін бір-біріне тігетін боламыз. Көріп отырғаныңыздай докеріміздің үстіңгі бөлігі дайын. Бұл менде алды, міне жаны және міне арты. Енді докеріміздің астыңғы бөлігін тігетін боламыз. Ол үшін бізге жаңа дайындап алған лентамыз. Соны докердің қиылған шетіне 1 сантиметрдей жеткізбей осылайынан айналдырып өлшеп аламыз. Жаңа екінші шетіне келгенде жаңағыдай 1 сантиметр жеткізбей артық қиылған матамызды қиып алып тастайтын боламыз. Келесі кезекте бұл матамыздың екі шетін тігін машинасына салып тігеміз. Енді бұл немізді жаңа тігіп алған жерімізден соны былай сыртына қарай айналдырамыз. Енді докер екеуін бір-біріне тігетін боламыз. Мінекей докерімізді астына осылайынан тігіп алдық. Екі шетіне 1-1 сантиметрден жеткізбей. Енді бізде мына дөңгелек ойысты және мына астын оверлок тігін машинасына салып тігетін боламыз. Мінекей көріп отырғаныңыздай оверлок машинкасымен астын барлығын тігіп шықтық. Енді бұны мына тігіс астында тұр ғой, соны көрінбеу үшін бізге былай қайырып, мына жерінен тіке тігіс машинасына салып тігеміз. Неге жаңа тіккен тігісіміз міне астына қарай. Астынан кетті. Енді бұны жақсылап үтіктеп аламыз. Міне докерімізді үтіктеп алдық. Докеріміздің біздің ұсқыны кіріп қалды. Енді біздер докердің артына жаңағы резинкамызды тағатын боламыз. Бізде жаңа айтқандай резинкамыздың ұзындығы 7 сантиметр. Ені менде сантиметр жарымдық резинка болып тұр.
Бұл резинкамызды көрінбеу үшін ұзындығы 15 сантиметр матаға ішіне салып тігетін боламыз. Тігіп алған матамызды енді оң бөлігіне қарататын боламыз. Оң қаратып алдық. Енді резинкамызды осының ішіне салатын боламыз. Алдымен мына шетін бекітіп тігіп аламыз. Біздің резинкамыз ары қарай кетіп қалмау үшін. Екінші бөлігін шығарып алатын боламыз. Міне, екінші бөлігін шығарып алдық. Біздің матамыз міне резинканың көлемінде, оны тартқан жағдайда міне ұзын болып созылатын болады. Екінші бөлігін қазір тігін машинасына саламыз. Міне екінші шетін, екі шетін тігіп алдық. Енді матамыздың ортасынан, ұзынынан, былайынан көлденеңнен тігіп шығатын боламыз. Ол бізге мына матамыз айналып кетпеу үшін резинканың бойында. Резинкамыздың ортасынан тігіп шықтық. Енді бұл резинкамыздың шетін оверлокқа салатын боламыз. Енді оверлоктап алған шетімізді жіптерін байлап, сөгіліп кетпеу үшін байлап аламыз. Міне төрт бөлігінде, төрт жағында байлап алдық. Осы резинкамызды біз докердің артқы бөлігіне тігетін боламыз. Астына сәл жеткізбей 5 мм көлемінде екі шетін тігетін боламыз. Резинкамызды тігіп алдық екі шетін. Енді бізге бұл тігісті былайынан шетін, оверлоктап тігілген шетін ішкі бөлігіне қаратып, айналдырып тігіп шығатын боламыз. Біздің докеріміздің арты міне резинкасы өте әдемі болып осылайынан шықты. Енді біз астыңғы матамызды докерімізге бекітіп тігіп шығатын боламыз. Сонымен жұмысымыз аяқталады. Міне, көріп тұрғаныңыздай біздің докеріміз өте әдемі, пішінін сақтап әдемі болып шықты. Арты осындай, міне, екі түспен күшті үйлесім тапты деп ойлаймын. Сұр түспен осы.